Тұғыр.kz ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бауырлар, мен осыдан 2 ай бұрын Дилмұрат Абу Мұхаммедке 3 сұрақ қойып видеоролик шығарғанмын. Ол видеоролик шығару мақсатым жеке басым үшін емес, осы Қазақстанда үммет үшін кішкене болса да дінге пайдам тие ме деген ниетпен шығарған едім. Бірақ оған Дилмұрат ағамыздан жауап келген жоқ. Оған қарамастан ол Дилмұрат ағамыздың шәкірттері көптеген комментариялар жазып, өздерінің теріс пікірлерін білдіріп жатыр. Сен бидағатшысың, ғайбатшысың деген сияқты. Және одан басқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен, Астанадан, Қарағандыдан, Қызылордадан, көптеген жерлерден бауырлар звондап, сен түн демей, таң демей звондап, бауырлар, сен кімсің? Дилмұрат ағамызға олай сұрақ қоятын, тәубе қыл, кешірім сұра деген сияқты қызық әңгімелер айтып жатыр бауырлар. Бауырлар, бұл деген тұрғанмен надандық, тәкаппарлық емес пе бауырлар? Бұл тұрғанмен тақлиттік емес пе бауырлар? Мен сонда Дилмұрат ағаға біз сонда жеке сұрақ қоя алмаймыз ба Дилмұрат ағамызға? Мен не үшін кешірім сұрайын Дилмұрат ағамыздан? Не үшін тәубе қылам бауырлар? Жарайды, маған комментария жазған, звондаған бауырлар былай тұрсын. Өзі басы бар, ойлана алатын шамалы бауырлар, мен сіздерге айтатын бауырларым. Бұл тұрғанмен бір секта сияқты ғой бауырлар. Мысалы, сектаңда лидеріне, сектаның басында отырған лидеріне тіл тигізсең, сұрақ қойып немесе бір сұрақ қойсаң, сені сразу автоматически діннен шығарып тастайды. Бұл да сондай болып тұр ғой бауырлар. Ойланып қараңдаршы бауырлар, бұл дін бе әлде секта ма бауырлар?